Бүгінгі біздің сабағымыз CapCut'қа видеоны жүктеп, текст жазу және музыка қою. Өзімізге керек видеоны или шаблонды аламыз. Осылай плюс басып, сол видеоға кіреміз. Сосын текст жазамыз. Мен қазір қоныстой деп жазамын. Қоныстой деп жазып, шрифтке кіремін. Мен қазір сізге көрсетемін, шрифтті қалай енгізу керектігін. Осы тексттің жанындағы екі ақ сызықпен ұзартып, кішірейтіп жасай бересіз. Видеодағы шрифт деген кезде плюс деген батырманы бассаңыздар, өзіңіздің телефоныңызға жаңағы сақталған шрифттердің барлығын бірде-бір енгізіп шығасыздар. Осылай шрифттардың барлығы тұрады, қазақша шрифттарды. Өзімізге керек шрифтті белгілеп, тексттегі цветін ауыстырып аламыз. Мына жерде жирный етіп жазсақ болады, қисайтып жазсақ болады. Мына жанындағы тексттің жанында қап-қара сызықта 4 бұрышты болып тұрғанмен ұзартып кішірейтсеңіздер болады. Ал X деген ол текстті алып тастау. Мына тұр ғой. Қара домалақтың ішінде ақ 4 бұрышты, біреусінде X болып тұрған үстінде той деп жазып аламыз. Мына отстоп дегенде тексттің арақашықтығын осылай кеңейтіп ұзартып алсаңыздар болады. Кривая дегенде қисық жазылады. Жаңа көргеніңіздей осылай отстоптарын тақамай үстіп дұрыстап аламыз. Мына жердегі фон, сияние, обводка деген жерде осы мына фон беретін, артына ақ фон, прозрачный сериялы фондарды беруге болады. Обводкада осы жанына, осы түске қара түс, ақ түс беріп, жирный етсеңіздер де болады. Мына тен дегенде осылай тен бересіздер. Түстерін өзіңіз таңдайсыз. Текст жазған кезде осылай дұрыстап аламыз. Анимациясында дұрыстау керек. Переходтарын. Текст вывод деген жерде осы про деген жазуларсыз тұрғандар, олар тегін версиялары. Про деген үш платный версия. Переходтарды дұрыстап алғаннан кейін бізге енді музыка қою керек. Мына жерде бұл видеоның бірінші бетіне сақтап алсаңыз болады, обложкасы. Сол жерге обложкаға или басқа фото қойсаңыз болады галереядағы. Сосын календар қоямын дейтіндер болса, наложение деген батырманы басып, өзіңізге керек календар или болмаса фотоларды қойсаңыз болады галереядағы. Осылай календарды қойып аламыз. Біздегі енді кезек музыка. Керек музыканы телефонға басып аламыз да. Осылай поделиться дегенде CapCut'ты басамыз. Осы музыканы керек емес жерін кесіп аламыз. Музыканың үстін бассаңыз, осындай ақ сызық шығады. И разделить деген болады. Соны бассаңыз, разделить етіп, керек емесін удалить етіп тастайсыз. Выцветание деген бар. Ол өлең бірден басталып кеткен кезде жай жібереді судағы. И дауысы да жаймен басылады. Осветление, затемнение дегенді көбейтеміз. Осымен CapCut'та музыка қойылды. Осылай дайын шаблондардағы видеоны музыка қойып, текст жазып, фото қойып пайдалана берсеңіздер болады.